Сәлем достар, 6-шы сынып математикасының 4-ші тоқсанға арналған БЖБ-сын шығарып көрейік. Бірінші БЖБ, бірінші нұсқа. Статистика, комбинаторика бөлімі бойынша. Мынандай 3 тапсырма болады. Осыларды жеке-жеке қазір қарап көрейік. Бірінші тапсырма 3, 7, 5 дейді. Мына жерде бір сан қалып кеткен. 21, 18, 19 қатары берілген. Төмендегі ақпараттарды пайдаланып, қатардағы жетіспейтін натурал санды табыңыз. Мына жердегі санды табу керек. Бірінші тапсырма. Егер осы қатардың арифметикалық ортасы 13-ке тең болса, онда мына жерде қандай сан болу керек? Немесе екінші тапсырма. Өзгеріс ауқымы 37-ге тең болса, мына жерде қандай сан болу керек? Және соңғысы қатардың модасы 21-ге тең болу үшін мына жерде қандай сан болу керек дейді. Біріншісін қарап көрейік. Былай болсын. Мына жерде қандай сан екенін білмейміз. Оны x деп алайық. Сонда арифметикалық ортасын табу үшін ол біздер осы қатардағы барлық сандарды қосамыз да, және сол сандардың санына бөлеміз. Мына жерде біздер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан болады. Алдымен осы сандарды қосамыз. Ортадағы санды x деп аламыз. Қосылған 21, қосылған 18, қосылған 19, осының барлығын бөлеміз 7-ге. 7 сан ғой өткен. Сонда арифметикалық ортасы 13-ке тең болады екен. Арифметикалық ортасының ережесі осылай. Сандардың барлығын қосамыз, санына бөлеміз. Олай болатын болса, теңдеу шықты, осы теңдеуді шығару керек. 3, 7, 5-ті қоссақ 15 болады. 21, 18, 19-ді қоссақ 58 болады екен мына жерде. Сосын 15 пен 58-ді қосамыз 73 болады. Сонда алымында 73 қосылған x болады да, ал бөлімінде 7, бірақ оны былай істейік. 7-ні 13-ке көбейтеміз бірден. Былай жазып қояйық. 7 көбейтілген 13 деп. Енді бізде теңдеу шықты. Осы теңдеуді шығару керек. X тең дейміз. Мына жақта 91 болады. 91 азайтылған 73. Сөйтіп x-ті тауып аламыз. Ол 18-ге тең болады екен. Бірінші есептің жауабы x 18-ге тең болса, осы қатардағы сандардың арифметикалық ортасы 13-ге тең болады. Келесі Б тапсырмасы. Өзгеріс ауқымы 37-ге тең. Өзгеріс ауқымы деген сөз осындай қатар берілген кезде ең үлкен саннан ең кішкентай санды азайтуымыз керек. Енді мына жерде мысалы ең үлкен сан 21, ал ең кішкентай сан 3. Мысалы мына жерде қазір одан да кішкентай сан мысалы 1 болатын болса, 21-ден 1-ді азайтсақ 20 болады. Яғни қалай азайтпасаңдар да 37-ні біздер алмаймыз, өткен 21 37-ден өз кіші. Сондықтан ең үлкен сан бізде 21-ден үлкен болу керек. Мына жерде ең үлкен сан болады. Ал ондай болатын болса, ең кішкентай сан 3 болып қалады бізде. Ең кішкентай сан 3. Сонда жаңағыдай біздер ең үлкен санды бізде білмейміз, оны x деп аламыз да. Сонда ең кішкентай сан 3 болып қалды. Ең үлкен саннан ең кіші санды азайтқан кезде 37 шығу керек. Сонда мынандай теңдеу шығады. X тең 37-ге 3-ті қосамыз, сөйтіп x-ті тауып аламыз. Ол 40-қа тең. Екінші тапсырманың жауабы 40 болады. Ең үлкен сан 40, ең кішкентай сан 3, 40-тан 3-ті азайтсақ, өзгеріс ауқымы 37-ге тең болады. Үшінші тапсырма. Қатар модасы 21-ге тең. Енді мода деген сөз берілген қатардағы жиі кездесетін сан. Мына жерде байқасаңдар, 6, 7 сан әрқайсы бір-бір рет кездескен. Енді жиі 21 кездесу үшін әрине мына жерде 21 болу керек. Сондықтан үшінші тапсырманың жауабы 21 болады. Келесі, алпамыстың ақ және көк түсті бейсболкалары, ақ түсті және көк түсті, ақ, сары және көк футболкалары және қара және көк түсті джинсылары бар. Мен мына жерге былай сендер визуалды көріп тұрсын деп берілгендерін дайындап қойдым да. Егер ол бейсболка, футболка және джинсыларын ауыстырып кисе, алпамыс неше түрлі болып киіне алады? Жауаптар нұсқаларын ағашын құрып көрсетіңіз дейді. Енді біздер былай жасайық. Қазір мен бір екі түрін көрсем есептеудің. Мысалы мына көк футболканы ақ футболкамен кие алады және көк джинсымен кие алады. Ол бір болады. Сосын ақ футболка мен көк джинс емес, мысалы қара джинсы кие алады. Сонда екі жағдай болып тұр бізде. Енді тура осы жағдайды бізде көк футболкамен де жасасақ болады. Көк кепка, көк футболка болады да, сосын көк джинсымен кисе болады. Ол үшінші жағдай болады. Ал көк джинсымен емес, мысалы қара джинсымен киетін болса, онда төртінші жағдай болады ол. Ал
көк кепка, сары футболка болатын болса, тура солай міне көк джинсы болады, немесе көк кепка, сары футболка, қара джинсы болады. Сөйтіп 6 жағдай болады. Бір кепкамен қалған осы жағдайлар қарастыратын болсақ, 6 жағдай болады. Екінші кепкамен қарастырсаңдар да тура сондай 6 жағдай болады. Жалпы 12 түрлі жағдай болады бізде. Жауабы 12-ге тең болады. Енді мынау мен мына жерде сурет арқылы көрсеткен, бұл жауабын нұсқаларын ағаш құрып көрсетіңіз дейді. Ол былай болады. Сендер былай істейсіңдер. Көк кепка дейсіңдер. Сосын ақ футболка дейсіңдер. Сары футболка, көк футболка, сосын сары футболка дейсіңдер. Сосын көк джинсы, жерге қара джинсы деп қоясыңдар. Ағаш деген былай болады. Көк кепка мен көк джинсы, көк кепка, ақ футболка, көк джинсы. Міне бірінші ағаш осылай болады. Көк кепка, ақ футболка, қара джинсы болады. Немесе көк кепка, көк футболка, көк джинсы болады. Көк кепка, көк футболка, қара джинсы болады. Немесе тура сол жағдай, көк кепка, сары футболка, көк джинсы болады, немесе қара джинсымен болады. Тура сондай ақ футболка, ақ кепкаға да жасайсыңдар міне. Ақ футболка, көк футболка, сары футболка дейсіңдер. Ал мына жерде көк джинсы, қара джинсы деп. Тура солай міне бір деп былайынан, немесе мына джинсы таңдасаңдар болады. Ақ кепка, көк футболка, көк джинсы, ақ кепка, көк футболка, қара джинсы, ақ кепка, сары футболка, көк джинсы, немесе ақ кепка, сары футболка, қара джинсы де осылай ағаш құрсаңдар болады. Ал барлық жағдайлар нұсқасы ол мына жерде 2, 3, 2 болып тұр ғой, сондықтан ол сандарды көбейте салсаңдар. 2 мына жерде. 12 жағдай болады барлығы. 12 түрлі әдіспен кие алады барлығы. Ағаш болса міне былай болады. Қанша түрлі әдіспен кие алады десіңдер, онда 1-ден 2, 3, 2-ні көбейтсеңдер де болады. Немесе мына жерде де санасаңдар болады. Міне біріншісі болады, мына жерде екіншісі былай болады дедік жаңа. Мына жерде 6 болды ғой жаңа, біріншісіне есептеген кезде. Ақ футболкаға да есептейсің болсыңдар, тура 6 ұшады, 6-алтыны қоссаңдар 12 болады. Келесі есеп. Поезд жолдың 280 км-ін 70 км/сағат жылдамдықпен. Екінші бөлігін 120 км-ді 40 км/сағат жылдамдықпен. Үшінші бөлігін 150 км-ді 50 км/сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Жолдың барлық бөлігіндегі пойыздың орташа жылдамдығы қанша? Бұл былай істейік. Мына жол деп есептейік. Бұны 3 бөлікке бөліп тастайық. Бірінші бөлік 280 км, екінші бөлігі 120 км, үшінші ол 150 км болсын. Енді әрқайсының өзінің жылдамдығымен жүрді. 70 км/сағат жылдамдықпен. Екінші бөлік 120 км-ді 40 км/сағат жылдамдықпен, сосын 50 км/сағатына жылдамдықпен. Оны біздер былай жазып алайық. Бірінші бөлігін мына жерге 280 км. В1 дейміз, жылдамдығы 70 км/сағатына. S2 екінші бөлігі 120 км. 40 км/сағат жылдамдықпен V2 дейміз. Сосын үшінші бөлігі 150 км-ді. Үшінші жылдамдық 50 км/сағатына. Табу керек. В орташа жылдамдығын. Оның формуласы былай болады. Бірінші, екінші, үшінші қашықтықтарды біздер қосамыз да, сосын олардың уақытына бөліп шығамыз. Т1, Т2, Т3 деп. Енді S-тер бізде бар ғой. 280 қосылған 120 км, қосылған 150 км. Енді бөлу керек уақыттарына. Уақыттың формуласы қандай? Мысалы, Т1-ді табу үшін бізде S1-ді V1-ге бөлуіміз керек. 280-ді бөлеміз 70-ге. 4 сағат болады. Бірінші қашықтықта мынаны 4 сағатта жүріп өтеді. Т2-ні табайық. Енді формуласын жазбай қойын, түсінікті ғой. S2-ні V2-ге бөлеміз. 120
бөлінген 40. 3 сағат болады. Сосын үшінші қашықтықты табу үшін, үшінші қашықтықтағы уақыт табу үшін 150-ді 50-ге бөлеміз. Ол 3 сағат болады. Сонда 4 қосылған 3 қосылған 3 дейміз. Тең болады. Мына жақта 400. 400-ді 150-ге қосасыңдар. 550 болады. 550-ді 10-ға бөлеміз. 55 болады. 55 километр сағатына деп қоясыңдар. Сонда орташа жылдамдығы, пойыздың орташа жылдамдығы 55 километр сағатына болады. Сонымен достар, каналға тіркеліңдер. БЖБ, ТЖБ-ның барлығын осынан таба аласыңдар.